Эки Кырым тешвикатчысы Украинанын территориаль бүтүнлүгүнө зарар бергенлери үчүн Украина психонесине тушия биле. Экиси де Кырым Мухтар Жумхуриятынын прокуратурасында кайд этилген ыкыбы Кырым татар сейирчилеринин мийини юумага ниетленген Миллет тешвикат телеканалында чалыша. Такыкатчылар шубейлеринин адларына ачыкламадылар, ама биз Асан Абибулаев ve Эльвина Сиитова хакында лаф өрсетилгенине угренip болдук. Підозрювані неодноразово висловлювались з публічними закликами до зміни меж території та державного кордону України. Відповідно до висновку судово-лінгвістичної експертизи, виступи підозрюваних містять висловлювання, спрямовані на підтримку дій держави-агресора та її окупаційної адміністрації. Асан Абибулаев да 2016 сенесі хабер программасынан алып барачысы олғанда санкедерсін Украинада мусульманларға қаршы zulüm yapılғаныны ve Украина диверсантлары хакында иддаларда булунган еді. Эльвина Сиитованың фаалияты ise баяғы тез илерледі. Кырымның эки тешвикат телеканалында Миллет ve Кырым 24-те алып барачы оларақ чалышмаған айыл oldu. Ерде вазиетке көре ишгалчыларны мақтай, Украинаға қаршы дженкны ақлайды. Но пусть будет этих платформ больше, пусть будет Одесская платформа, Николаевская платформа. Вы забегайте вперед. Да, ну вообще Харьковская платформа, пожалуйста. Мирахлысы шунда Эльвина Сиитова соңғы yıllarda өзіні политолог оларақ адландырды. Керчекте сехадының анализлері Русияның қырымлыларға қаршы ала барған репрессияларны ысрарнен ред етмектен ве межисіні Кырым татар халқының лидеріні Русияны истихрарсызлаштырмада қабатламақнен ибарет. Еще начиная с 90-х годов из крымских татар очень активно пытались слепить своего рода такую деструктивную силу. Сегодня эти тенденции продолжаются, что называется, в новых геополитических реалиях. Ведь очень наивно полагать, что все эти призывы к массовому выезду, слухи о массовой мобилизации, да, тотальной мобилизации крымских татар, о массовых репрессиях – это не элемент той самой большой игры. Эльвина Сиитова ve Асан Абибулаевның кабатлары избатланган соңра оларға 10 ел апис жазасы үкімі беріле біле. Эбет Кырым ишгалден азат етілгенінден соңра олар қачмаса. Код ТВ адынен да яқшы белі олған тешвикатчы Рус телеканалы Миллетнің алып барачылары ve мухбирлерінің мұйым бір қысмы енді Украина такыкатчылары тарафындан дженкны ақлаганларында шеклене. Соқыр Кырым саяси мабюсы Александр Сизиков Бахча сарайының вақтынжа писханесіне тушты. Сентябрьнің 14-інде ақшам ишгалчы полис хадимлері евінден адамны қачырып, белі олмаған тарапқа алып кеттілер. Бұақта Кырым бірдемліге білдірді. Тек бір көне белсі Москва янындаки Власиха шерінің шикает махкемесі Александр Сизиковны терроризмде қабатлап, 17 йылға ағыр шартлы колонияға апис етмек жазасыны таздықлады. Сизиковның хабер бермеге етіштіргені адвокат Лилия Гемиджинын айтқанына көре, ишгалчы полис анасына махкеме қарарыны көстермеге ред етті. Оларда бойлы весиқанын олмағаныны айттылар. Бұндан да ғайры олар Сизиковға қаршы күч қоланмақ ве қанун талапларыны еріне кетірмегені үшін месулетке желпетежеклерінен қорқыздылар. Евелке 4 ел девамында бірінші группа сақатлығы себебінден Мабюс F аписы алтында тұтылды. О Исмет Ибрагимов, Зекирия Муратов, Вадим Бектимиров, Эмиль Зиядинов, Алим Суфьянов, Сиран Харидиновнен берабер 2020 сенесі июль айында Кырымда күтлеви тынтувлер вақтында ФСБ хавсызлық күчлері тарафындан эсір тошты. Көр саяси мабюс Александр Сизиковның қачырылғаны себебінден Украина президентінің Кырымдаки даими темсилчилиги дүнияны ният Русия зорбалығына қатты бір жауап бермеге чағырды. Ишгал етілген Кырымның Али Оқуф йортында ичтимаи ағларда Украин темсәллеріні қыдырмақ үшін суни интеллект дәрслері берілді. Ишгалден сон чекип алынған Таврия Милли университеті эсасында тізілген Кырым Федераль университеті деп адландырылған ерде ишлеп чықарылған программалардан бірі ой-сөмлік хасталықларны тетқиқ етмек. Екінші программа есе ФСБ хадимлерінің ярдымжысы олачақ. Суни интеллект ресімлеріні талил етежек ве анда қырмызы қара яда мавы сары байрақларны қыдырачақ. Сары шерит қаршылық әрекетінде хабер еткенлеріне көре, бұл университетте оқыған гизли фаалжилерден бірі базы студентлер ве ожаларға енді суни интеллект ярдымынен ичтимаи ағларда базы сайфилеріні араштырмақ вазифесі берілгенini айттым. Қайд етілгеніне көре, бір егітні шақси сайфесіндегі Украина тарафтары малюматлар үшін университеттен чықардылар.